өтінем, мектепте бұндай жасамай ақ қойшы, сыныпта бұндай жасамай ақ қой, және де сабақ болып жатқан кезде бұндай жасамай ақ қой. Өйткені біріншіден сен мынандай боласың, бұны қазір видеода айтамын, және де ең бастысы екі аласың, обложкада айтқандай. Достар, бүгін біз дәл осы бір қызықты интервьюше тақырыпты айтатын боламыз, және де сен егер де өзіңнің сыныптасың немесе тіпті өзіңді көріп жатсаң, онда барынша өзгеруге немесе досыңды өзгертуге дұрыс жолға шақыруға тырыс. Бүгін біз дәл осыны айтамыз. Бірақ бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, комментарий жазып кет. Осы видеоны сол бір досыммен таратып жібер, сол бір сыныпта адамдармен таратып жібер. Әрине видеоны қарап болғаннан кейін видео не туралы оны айтайық. Сонымен видео қараңдар, сыныпта сабақ басталды. Өткен жылдан бері мен мынаны түсіндім да, негізінде біз қатты бір мұғалімдерді жамандаймыз ғой. Мұғалімдер былай сабақты былай бермейді деген сияқты. Бірақ біз өзіміздің как бы бойымыздағы минустарды аламыз да басқа біреуге жауып жібере саламыз. Сломавши ноги оскорбляет дорогу ма, сондай бір бүгін ғана бір кітаптан оқып қалған едім. Яғни сен жолда келе жатсың, мысалы аяғыңды сындырып алдың, сен жолды кінәлайсың. Сен өмірін бір отбасында асыра алмай жүрсің, бірдеңе жасай алмай жүрсің, бірдеңеге қолың жетпей жүр. Сен аласың да үкіметті жамандайсың. Әрине олар өз міндеттерін атқару керек, әрине олар өз міндеттерін, сол міндеттің адамы болғандықтан сол міндеттерін дұрыс атқару керек, бірақ сен всегда бірдеңені жамандап өтесің. Бірақ главный ответственность сенде емес. Бірақ главный ответственность менде болмаса болады. Жаңағындай мысалы үкіметті жамандайсың, бірақ сен өзің дымда істеп жүрген жоқсың. Осындай мағынада. Тура осы сияқты сен де сабағыңды дұрыс оқымайсың, при этом мұғалімді айтасың, я мұғалім дұрыс бермейді деп. Бірақ честно айтамын, оныкі де дұрыс, сенікі де дұрыс, сені айтып жатқанда дұрыс. Дегенмен де ответственності датау біреуге бере салу. Енді кеттік. Сонымен сабақта осыны түсінгеннен кейін байқап жүрмін, соңғы 1-2 жылда сыныпта өте анандай балдар бар. Осы жылы мен жаңа сыныпқа ауыстым, жарайды, шүкір. Өткен жылы кәдімгідей болды. Және де мұғалімнің мазасын алу, өте қатты мазасын алу, сабағын бермеу, сабағын дұрыс өткіздірмеу, және де басқалардың да мазасын алу, лишь бы өздері жақсы болуға, и толерантностьты сақтай отырып, толерантностьты сақтамау, при этом мұғалім ұрысқан кезде мұғалімге сөз қайтару, одан кейін балалар айтқан кезде балалар өзіне қарап алып, одан кейін өздеріне бірдеңе айтқан кезде өздері дальше шулай беру. Это прям бұл шынымен де өте жаман нәрсе, бұл ұнамайтын нәрсе, бұл вообще адамгершілік бір қасиетке де жатпайтын шығар, бұл арсыздық десек болады. Егер де бұны жасамай өтіңіз, бұны жасамай, менің основной идеям сыныпта шығар, сыныпта пожалуйста оқымай ақ қой, мен саған оқы деп тұрған жоқпын, мен саған 5 ал деп тұрған жоқпын, мен саған сабағыңды мықтыға оқы деп тұрған жоқпын. Бірақ ең бастысы өтініш басқалардың назарын аударма, басқаларға көңілін бұзба, және де ең бастысы өзіңді хотя бы признавать ете. Мысалы мұғалім саған ұрысып, не істеп отырсың дегенде, жоқ апай, жүре отыр. Мен не істедім апай, мен істедім. Өткен жылы бір осындай жағдай болған еді, өте қатты мысалы сол балаға кішкене бір ренжіп қалам десе де болады, өйткені мен не істедім апай, не істедім, айтыңызшы, мен не істедім. Кәдімгідей өзінің анасымен жасты адам, өзінің әжесімен жасты адамды десек те болады. Осылай сөйлескен бұл мұғалімнің жүрегіне өте ауыр жара. Мен өзім болашақта мұғалім болғым келеді, және де егер де маған біреу солай айтса, жарайды, енді көптеген адамдар кездеседі өмірде, бірақ өте қиын жағдай болады. Бұл шынымен жүректі жаралайтын нәрсе екені айдан анық. Бұл жағдайды жайдан жай қоя салуға болмайды. Тіпті мұғалім, ол мұғалім емес, мұғалім. Біз әрине Қазақстан зайырлы мемлекетпіз, біз әрине демографияға барлығымыз құқылымыз, өзіміздің ойымызды айтуға құқылымыз, бірақ ойды айту, ол біреуді оскорблять ету, немесе өзінің жамандығын біреуге перекладывать ету деген сөз емес. Осыны түсініп ал. Демография ол барлығы бейбіт түрде болу керек, барлығы бір-біріне толерантны болу керек. Ең біріншіден осы. Бірақ басқаларды жамандап, басқаларға назарын аудартып, басқаларға ең бастысы минустарын істегенше, өз-өзімен күресіп өлгенше.
ендеше достар, дәл осы бүгінгі біздегі тема, тақырып өте қызықты тақырып. Негізінде былай қарап жатсаң, шынымен де ішті ауыртатын, қанды қайнататын, жаныңды ауыртатын, ашытатын, қарынды ашытатын нәрсе дәл осы жағдай. Егер де видео пайдалы болса, онда лайк басып кет. Бұл видеоны қарай отырып, ең бастысы өзіне сабақ алсаң болды. Ендеше келесі видеоларда кездескенше.